Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жұмсақ болып шығатын булочкалар пісіретін боламыз. Қайнатып қойылтырылған сүт, не болмаса басқа да начинкаларды қосып, ішіне салып пісірсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Ыдысқа жылы сүтімізді құямыз, үстіне тұз саламыз, қантты саламыз. Жақсылап араластырып, қантын ерітіп аламыз. Үстіне дрожжды қосамыз. Тағы да бір араластырып, бетін пищевой пленкамен жауып, 10-15 минутқа жылы жерге қалдырамыз. Он 15 минут өткеннен кейін пищевой пленкасын алып тастаймыз. Үстіне 2 жұмыртқа саламыз. Бөлме температурасында жұмсап тұрған сары майды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Үстіне електен өткізілген ұнды аз-аздан салып араластырамыз. Ванилинді қосамыз. Оның барлығын салып жібермейміз. Булочкамыз жұмсақ болып шығу үшін дәл осылай ұнды аз-аздан салып араластыра отырып қамыр илеп алатын боламыз. Қамыр жұмсақ, қолға жабысатындай болады. Егер қатты жабысып жатса, сұйық май араластырып, қолыңызды сұйық маймен майлап, илеп алсаңыздар болады. Бетін жауып, үстінен орап, жылы жерге 1,5-2 сағат уақытқа қалдырамыз. 1,5-2 сағатта жақсы осылай көтеріліп шығады. Қамырымыз өте жұмсақ болады. Қолымызды майлап отырып, жұмыс жасаймыз. Мүлдем ұн қолданбаймыз. Егерде ұн қолдансақ, булочкамыз қатты болып қалуы мүмкін. Сондықтан қолымызды майлап отырып, жұмыс жасаймыз. Қамырды 2 бөлікке бөліп аламыз. Оны ұзындау етіп, тағы да майда бөліктерге бөліп аламыз. Үлкен кішілігі өздеріңіздің қалауларыңызша. Мен барлығы бірдей 7 бөлікке бөліп алдым. Барлығы болып 14 булочка шығады менде. Енді қамырларды қолымызбен осындай думалақтап, зуала жасап, барлығын қойып, үстінен пакет жауып, тағы да 10 минуттай уақытқа қоямыз. 10 минутта тағы да жұмсап, көтеріліп шығатын болады. Енді осы қамырларды алып, қолымызды майлап отырып, жайып аламыз. Мен ішіне қайнатып қойылтырылған, яғни вареный сгущенка қолдандым. Негізі творог, тағы да басқа начинкалар салуға болады. Вареный сгущенканы салып, екі шетін жақсылап қысып жауып, дәл осы видеодағыдай әдемілеп орап аламыз. Барлығын пергамент салынған листке салып, бетін тағы да пакетпен жауып, 10-15 минутқа қалдырамыз. 10-15 минуттан кейін ашып, бетіне жұмыртқа жағып аламыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 35-40 минут уақытта үстілері әдемі болып қызарып шыққанша пісіріп алатын боламыз. Әркімнің пеші арқалай қарап тұрамыз. Үстілері әдемі болып осылай қызарып шыққан кезде аламыз. Үстіне ыстық кезінде сары май жағып аламыз. Сонда дәл осылай жалтырап, өте әдемі болып, жұмсақ болып тұратын болады. Өте дәмді, жұмсақ, балалар сүйіп жейтін булочка болады. Жасап көріңіздер. Міне қазір іштерін көрсетемін. Міне дәл осындай жұмсақ болып шығады. Видео ұнаған болса, менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Алда сіздермен қызықты рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Сау болыңыздар.